Сонан кейін Қызықтың қай жерде екенін білмейді. Сонан кейін мен оны көріп болғаннан кейін ол өзі еще 2 қабат болып қалған. Жігітімен келіп тұр. Көтеріп қойдым деді. Сонан кейін көріп болып, енді ары қарай не істейміз деп жатсам, апай менің қыздығым орындама дей ма? Қандай қыздық? Не менің қыздығым жоқ па дейді. Сенде қандай қыздық, сен тұрып жүрсің ғой, сен 2 қабат болып келдің ғой десем, жоқ деп жылайды ғой, менде не қыздығым жоқ па деп. Сен жігітің тұр ғой, жігітін шақырсашы десем, айтады, ол маған айтқан, мен сенің қыздығыңа тимей болып жүрмін деп. Сонда қыздық деген нәрсенің қайықта екенін білмейді. Мен сені қазір көрдім ғой. Десем, жоқ, сіз менің қыздығыма тиіспей көруіңіз керек дейді. Беріп сондай оқиғалар. Жылайды ғой, қыздардың бәрі жүгіріп келіпті. Ана центрде жұмыс істеп жүрген кезде. Мадира апай, не болды деп. Мен айтам, қыздығымызды жоғалтып қойдық, таппай жатырмыз, қақта келді. Сондай нәрселерді айтып берейік, үйде отырған кезде. Соны түсіріп алайық.